Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тамағы бешбармақты істейтін боламыз. Ол үшін осылай қазы бізде 4-5 адамға арналған тамақ жасайын деп жатқан соң, мына көріп тұрғандарыңыздай 500 грамм, 500-600 грамм ет және сүйек салдым. Кішігірім май, ол 200 грамм. Осылай 3 табақ суымызды құйып алдық. Мен жылы су құйып алдым. Қатты ыстық емес, қатты салқын емес. Енді сіздер салқын су құйып алсаңыздар болады. Мен осылай жылы су құйып алдым. Сосын астын баяу отта қайнататын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай суды бетіне дейін қатты толтырмай құйып шығатын боламыз. Мына жақта 5 литрдай су кетті. Енді сіздер адамның санына қарай өздеріңіз етті де суды да көбейтсеңіздер болады. Мен алдын ала қазыны жіппен орап, ығыздап, тесіп алдым. Осылай бетін жауып, қайнағанын күтетін боламыз. Қатты қайнап кетпеу керек. Өйткені тасып, осылай кір көбігі бетінен ағып кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, кір көбігін алдын ала алып отырамыз. Сәбіз ұзақ пісетін болғандықтан ертерек осылай салып қоямын алдын ала. Қазым жарылып кетпеу үшін де осылай жіппен орап қойған дұрыс деп білемін. Жанына кір көбік қатты шығып кетпеу үшін осылай пияз салып қойсаңыздар болады. Бұл лайфхак. Бірақ көп жерлерде көп адамдар пияз салмауы мүмкін. Ол өз еркілеріңізге байланысты. Міне екінші қайнап шыққан кезінде осылай картобын салып алдым. Қатты езіліп кетпей тұрып, картобын алып аламыз. Арасында осылай шығып жатқан кір көбіктерін алып отырсаңыздар болады, мен сияқты. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, жақындарыңызға таратып, жасап көріңіздер. Міне осылай май шықты. Енді біз бұдан тесто жасайтын боламыз. Мен тестосына міндетті түрде сорпаның майлы жерін алатын боламын. Мен ешқандай да су араластырмай өзіне жасаймын. Тек қана бір дана жұмыртқа қосамын. 2 зуаланың қамырын жасадым. Не көріп тұрғандарыңыздар, ешқандай да қолға жабыспайды. Өз қалпын сақтап тұрады. Ұнның барлығын өзінің бойына сіңіріп алады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қолдарыңызға да жабыспайды. Күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Осылай орташа қаттылықта қамыр елеп алатын боламыз. Оны 15-20 минутқа тындырып қойсаңыздар болады. Содан соң жаюды бастайтын боламыз. Оның арасында мен осылай тұздығын дайындап алдым. Бізде пияз сорпа деп айтады. Әркім қалай айтады. Ең алдымен осылай пияздарымызды турап алған соң, міндетті түрде жай ғана суға біраз бұқтырып алатын боламыз.
немесе қайнатып алсаңыздар да болады. Содан соң май сорпамызды үстіне құйып, осылай араластырып, дайындап, бетін жауып қоямыз. Мен үстіне осылай укроп турап қосамын. Солай дәмдірек болып шығады. Сіздер қоспасаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Міне уже картоптарымыз пісіп шықты. Оларды алып бір ыдысқа салып қоямыз. Сәбіз әлі қайнап тұра береді. Міне бізде тыңған қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп, зуалай етіп жасап аламыз. Содан соң видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып шығамыз, дөңгелетіп, шетін басып. Кішкене қаттылау болса, қаттырек басып жаясыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Менің қамырым бірақ қатты жұқа болмады, орташа көлемде шықты осылай. Ұн сеппесеңіздер де жабыспай, өз қалпын сақтап тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай салып, жақсылап қайнатып алатын боламыз. Оған дейін мен астына кішкене осылай тұздығын құйып аламын. Міне қамырымыз пісіп шықты бізде. Осылай салып аламыз. Содан соң жаңа дайындап қойған тұздығымызды үстіне салып, жақсылап қамырдың арасына кіргіземіз. Өйткені қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмау үшін пайдасы тиеді. Бірақ көп жерлерде тұздықты беткі жағына салады екен. Міне етімізді алдын ала дайындап, кесіп турап алдым. Менде жолдасым өзі кесіп турап береді. Міне көріп тұрғандарыңыздай қазы бүтін әдемі болып шықты. Етіміз де өте дәмді, жұмсақ. Картоптарымыз бен сәбіздеріміз де өте әдемі болып шықты. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.